Сәлеметсіңдер ме, балалар? Посмотрите, все видите медвежонка? Значит, тема нашего урока «Мынау қонжық па?» Медвежонок ли это? Мы продолжаем тему про игрушек, ойыншықтар туралы айтамыз. Жаңа сөздер, новые слова. Новое слово здесь только жұмсақ. Жұмсақ означает мягкий. Еще раз повторите. Жұмсақ. Жұмсақ ойыншық. Мягкая игрушка. Это пример просто. Жұмсақ ойыншық, мягкая игрушка. Жұмсақ қонжық. Мягкий медвежонок. Посмотрите на медвежонка. Здесь два медвежонка, мягкие игрушки, да? Жұмсақ қоян. Мягкий заяц. Қонжық жұмсақ па? Медвежонок мягкий. Менің жұмсақ ойыншығым көп. Көп означает много. У меня много мягких игрушек. Қонжық жұмсақ ойыншық. Медвежонок мягкая игрушка. Второе слово, которое мы записываем в словарь, это қатты. Қатты означает твердый. Қатты ойыншық. Твердая игрушка. Қатты қуыршақ. Твердая кукла. Қонжық қатты ма? Медвежонок твердый? Менің ойыншығым қатты. Моя игрушка твердая. Сенің ойыншығың қатты ма? Твоя игрушка твердая? Мынау жұмсақ ойыншық. Повторяем. Мынау жұмсақ ойыншық. Это мягкая игрушка. Если дома у вас есть мягкая игрушка, покажите и расскажите. Мынау жұмсақ ойыншық. Мынау қатты ойыншық. У кого есть дома твердая игрушка? Мынау қатты ойыншық. Мәшине қатты ойыншық. Мальчики, я знаю, что у вас есть машинки. Покажите машинку и расскажите. Мәшине қатты ойыншық. Қонжық жұмсақ ойыншық. Медвежонок мягкая игрушка. Тыңда, қайтала оқы. Слушай, послушай, повтори, прочитай. Я сейчас прочитаю, вы будете повторять за мной. Потом сами самостоятельно прочитаете. Выразительно, не спеша, вслух должны прочитать текст. Менің досым көп. У меня много друзей. Мен достарыммен ойнаймын. Я с друзьями играю. Менің көп мәшинем бар. У меня много машин. Мәшинем жүреді. Машина едет. Әнелдің қуыршағы бар. У Анель есть что? Кукла. Ол әдемі. Она красивая. Аннаның аюы бар. У Анны есть Мишка. Ол жұмсақ ойыншық. Мишка мягкая игрушка. Мынау мәшине. Ребята, запомните. Мәшине қатты ойыншық. Мынау қонжық. Қонжық жұмсақ ойыншық. Кімде қандай ойыншық бар? У кого есть какие игрушки? Әлібек. Мы знаем Алибека нашего, да? А у Алибека какая игрушка есть? Правильно, мәшине. Әлібектің мәшинесі бар. Какого цвета? Вспомните цвет, пожалуйста. Правильно, қызыл мәшине. Әнел. Әнел. Әнелдің қандай ойыншығы бар? У Анель какая игрушка? Қуыршақ. Әнелдің қуыршағы бар.
Анна. Аннаның қонжығы бар. Саша. Сашаның күшігі бар. Теперь, ребята, мы переходим к письменной работе. Қажетті сөздерді қойып, мәтінді көшіріп жаз. Перепиши текст, вставляя нужные слова. Менің машинем. В первом, здесь вместо точек вы ставите нужные слова. Здесь я дала вам нужные слова. Вспомните текст, который я прочитала, и что должны вы были прочитать. Там есть тоже данные. Менің машинем көп. У меня много машин. Дальше, ребята, я надеюсь, что вы сами справитесь. Пишем красиво, не спеша. Вставляем нужные слова. Есте сақта, іші толған бөлменің, ойыншығым мол менің. Босқа тізіп қоймайық, келе ғой дос, ойнайық. Мәшине қатты ойыншық, менің жұмсақ қонжығым бар.